мынаны букмаптен де көрсетеміз. Мынау қандай болып жатқан. Да? Сосын футпринт чарттан да көруге болады. Мынау өте жақсы не болып тұр да. Мысал болып тұр. Міне, осының алдындағы біреу үшін поддержка, біреу үшін сопротивление, міне осы жерден келіп бүйтіп көтерілген жер болған. Бұзды, міне қайтадан осы жерлерге тағы келіп жатыр. Осы жерге тағы келіп жатыр. Бірақ мына үлкен заказдар мүмкін абсорпшн дейді. Мұны абсорпшн дейді да. Осы абсорпшнды байқап отырамыз. Байқап отырамыз абсорпшн. Мысалы мына жердегі жаңағы түнімен жинады. Түнімен бір жинап, екі жинап көтеріп алып келіп мына жаққа тазалады. То есть мына жерлерден мен мыналарды оқуымның қажеті жоқ. Мыналар уже 5 минут бітті. Оқуымның қажеті жоқ. Тек қана мына жерден негізгі движениясы да. Мына жерден жинады, мына жақтан бір тест жасады, үстіне қарай бір тазалап, и астына қарай келіп мына жақта бір тазалады. То есть негізгі басты бір жұмыстарын бітірді. Енді не істейді олар? Енді нағыз өзінің ары қаратай осы жұмыс қандай болатынын байқаймыз да. Так. Мына жерде 15 минут, мынау 15 минуттық график, 15 минуттық график. Одан төмен түспеймін. Мына жерден 1 сағатты көрейін. 1 сағат, егер де мына 1 сағаттың тренді өзгеріп кететін болса, міне 1 сағат уже тренд өзгеріп жатыр. Жаңағы 80 деген жерден бұлар жақсылап отырып, абзорпшн жинады. 4 сағатымыз әлі, 4 сағатымызды да сақтап алдық. Жаңа букмапта 75-тегі ликвид алды ғой. Мына жердегі тазалық кетті ғой. Енді осы ликвидность дұрыс болатын болса, онда мынауымызды қайтадан ары қаратай жалғастырады. Так. Барған сайын заказдарым көбейтіп жатыр. Бәрі кіріп үлгерді ме Айдар? Кіргенше кірді енді. Все, онда мен бастай берейін. Иә, бастай берсін. Мен дауысым бәрі естіліп тұр ма? Иә, естіліп тұр. Группаға жазып жіберіңіздер. Ой, неге чатқа. Реакция қойып жіберіңіздер. Естіліп тұрса жақсы. Все, бәріне естіліп тұрған сияқты. Жақсы. Бастай берсін. Так, қалайсыздар, сіздер жазып жіберсеңіздер, не жасайсыздар? Акция ма? Уже бір лайф трейд не жасамағалы, мысалы өтпегелі, не істемегелі бір жылдай болып кетті. Акция жасайсыздар. Алтын кім акция, қандай дүние керек екен. Форекс дейді Ермахан. Алтын көріп жүрмін жасап дейді. Форекс. Форекстің ішіндегі қандай? Ой, Арман қайдан боласың? Біздің Арман ба? Америкадағы маған. MES. Бірдей жасаймыз екен ғой. Алтын дейді, алтын. Алтын болғанда анау XAUUSD деген ба? How USD деген шығар. How USD. Қандай брокерді жасайды екен? How USD. Инстадан подписанмын дейді Арман. Арман, сіз қаяқтансыз, Қазақстан ба или Америкада ма? MES MNQ жасса Америка болу керек. Қазақстанда пока бұны жасап жүрген Қазақстаннан. Қазақстаннан дейді. Семей қаласы. Семей қаласы. Маған WhatsApp-қа жазып жіберіңізші. WhatsApp-қа номер сразу.
WhatsApp'ымды білесіз ғой? Арманжон. А, так, платформа қандай? Нинджа ма дейді. Нинджасы бар, Джексосы бар, букмәбі бар. Маған Инстаграмға жазсаңыз қазір сөйлесек. Found peeps. Alright. Окей. Мынау жақсы келе жатыр негізі. Жақсы келе жатыр. Енді бүйтіп өшіп тазалап қоямыз. Дальше движениені қараймыз. No rush. Тақырып акцияға қатысы бар ма дейді. Енді кіріп едім. Акцияға қатысы, енді графикке қатысы бар, акция ма, не бәрі бар. Мен Q акция жайлы айтуға да болады. Негізі сол бүгін прop компания жайлы көбірек болсын деп отыр көп адам. Иә, прop компания жайлы көп болсын деп отыр. Одан кейін мына жердегі жаңағы заказдарды оқу, да? Стакан дон жайлы деген сияқты, да? Егер де акция жайлы болатын болса, кейін осы жерге жазсаңыз да, кейін акция жайлы айтсақ та болады. Окей, все. Бастайық онда мына жерден. Мен бірінші осы домды қолданып телеграмда бір ол жасаған. Алдындағы жасаған трейдімді. Иә, букмәп жайлы айтайық. Бәрін қайсысы, қай жерде пайдасы бар соны. Осы аптаға бірақ сделка жасадым осы жерде. Соны бірінші айтып кетейін, да. Бірінші мынау анализім қалай болды сол кездегі сделкам. Бірінші мынау апталық бойынша, алдында айттым ғой, апталық бойынша мынау сатып алынды. То есть мен аптаға қарсы шығуымның қажеті жоқ. Апта жоғары кетіп отыр. Сөйтіп, дейлиге өттім, дейли кәдімгідей жоғары қарай, гәппен жоғары қарай ұрып шықты, да. Сөйтіп мен оған неге өттім? Ең соңында жаңағы 60 минутқа неге өткеннен кейін осы жерлерден жаңағы бәрін тазалап кетті. Сөйтіп мен мына жерден кірдім. 15 минутқа да 2 минутпен тазарақ көріну керек. Мына жерде контракт сайызды көрсете салайын. Мына жерден бір 6 контрактпен кірдім. 6 контрактпен кірдім, үстіне қостым. Сөйтіп, мына жерден бір 5-еуін саттым. Мына жерге келгенде 5-еуін саттым. Шамамен бір 30 поинттай, 20-30 поинттай ұстадым. То есть таза тренд болды. Енді осы жерге келген кезде, мына жерден кірген кезде мен немен кірген жоқпын, да? Мына жерде свечамен кірген жоқпын. Осы жерде маған, иә, мына жерде бірінші жаңағы дейли болсын, 4 сағат болсын, 1 сағат болсын, маған нені көрсетті. То есть дейли жоғары көтеріп тұр, апталық жоғары көтеріп тұр. И 4 сағатта маркет ашылғаннан кейін барып қарайтын болсақ, маркет уже 4 сағатта тренд өзгертіп жіберді. Енді 1 сағатпен қарап, 1 сағатпен ары қарағанда уже пулбагын жасап, лонға қарай бағыт алды. Лонға қарай қараймыз деп келістік. Бірақ сіз окей, онымен тауып алатын шығарсыз, жаңағы немен бағытты, графикпен, немен, да? Бірақ мысалы мынау 6926 деген баға, да? 6020 бағасын бүйтіп қояйын. 26 деген баға, мынау примерно 24-ке дейін келді, да? Сонда мен
аз ғана риск қоя аламын мына жерде. Ну, обычно 10 point қоямын, егер де жақсы жерден кіретін болсам, да, 5-ақ поинттың өзі жетеді. 5-ақ поинттың өзі жетеді. Да, менің дауысым естіліп тұр ма? иә, естіліп тұр. Аха. Қазір. Сонда мен мына жерде аз ғана point қоя аламын. Ал мына жерден графикпен кіру негізінен қиындау, да? Графикпен қиындау. Ал мына жерден бірінші маған мына домнан жинақталу процесі көріну керек, да? Тренд анықталды, да? Тренд анықталды. Және осы жерлерден осындай үлкен заказдар жинақталады. Жинақталған соң резк отказ болады. Да? Резк отказын алды. Да? Бұл жерден көріп отырдым, бірінші. Екіншісі, маған кіретін, букмапта мына жерде майда жасыл жаңағы нелер кіру керек. То есть алгоритм. Да? Алгоритм. Да? Сосын бұл букмапта өте айқын зона болу керек. Да? Уровеньнен басқа. Да? Біз уровень көреміз, ал букмаптан жаңағы нелерді көріп жатамын, да? Соларды көрдім. Сөйтіп жаңағы футпринт чарттан да кәдімгі мына жерден сатып алып жатқан сигнал. Сөйтіп мен лимитімді 24-ке қойғам. 24-ке қойғам. 24-ке қойғанда лимитімді алмай кетті. Соған 2 point жоғары 26-дан кірдім. Кіргеннен кейін стабильно, то есть стабильно көтерді. Стабильно көтеру деген не? Мынау стабильно көтеруге жатпайды. Мынау оқу. Да? Сіздерге қазір как будто цифр болып тұр ғой. Оны біраз уақыт қарағаннан кейін кәдімгі, мысалы, ағылшын тілін ести берсеңіз, уже сөйлеумен, сөзімен көрінеді, да? Мынау мен үшін бір стабильно өсу емес, да? Мынау бір уровеньге барып, да? Әрбір уровеньнен сатып келе жатыр. Әрбір уровеньнен сатып келе жатыр, да? Оны қалай білдің, да? Оны осы жерден өзінің жаңағы жүрісі бар. Дәл солай. Мынау көтеріп келді сағат 10-ға дейін көбісі осы жерлерден шортқа кіріп кетеді, немесе ертең 10-ға кіріп кетеді. Дәл солай осы жерлерден осы жүріспен жүріп келді. Осы жерге келгеннен кейін, мысалы, осы жерге келгеннен кейін уже жаңағыдай өзінің жүрісін аяқтағаннан кейін, и мына жерлерде майда шариктер пайда болады, да? Майда. Сөйтіп барып жоғары қарай көтерілген кезде уже өте тамаша органикалық көтеріледі, да? Неден? Букмаптан көре аламын. Сосын мына жерден кірдім, 6 контракт, и мына жерге келгенде дәл сол процессті айтылады, да? Келді, жаңа букмапта уровень тұр, тағы жинады, и мына жерден тағы да 5 контракт қосты. Қосқаннан кейін мына жерде уровень болды, мына жерден жаңа қосқанымды алып тастадым да, қалғанын брейк ивенға қойдым. То есть кірген бағама қойдым. И кірген бағама қойғаннан кейін бәрін мына жердегі уровеньнан бәріне шықтым. Енді осының қазір мына видеосын жіберіп жатырмын. Live трейдті көрсетейін десем шықпай жатыр. бір қызығы жаңағы кірген жеріңе қоя салшы, мен тағы бір нәрсені айтып түсіндіре кетейін. Окей. Мысалы бізде деген мысалы традиционный стратегиялар болады ғой, ICT деген, да, көп танылмалы стратегия бар, да, ол fair value gap деген нәрсесі бар. Мысалы, мынаның арасында типа gap болды дейді, да, FVG деп нелер. Осы жерге келген кезде типа осыдан, мысалы, деген қазір астқа түсіп жатыр ғой, сол кезде шорт болу керек, та. Мысалы, осыны жапқан кезде бұл жаңағы ICT мен сауда жасайтындар осыны сигнал ретінде баға, мысалы, осы жерге келген кезде шортқа кіреді. И былай кетеді деген оймен, да, мысалы. И былай қарап тұрсақ, мына жерде мынау премаркет кезінде осындай гэп жасады. Бұл еще жаңағы AMD деген стратегиямен типа Лондонды жаңа сөйтіп жасады деп есептейді көбісі. И сол кезде, мысалы, деген, егер кендлстик чартпен қарасақ, мысалы, свечалармен ғана торговля жасайтындар, мысалы, мына жерге келген кезде мынаның уровені гэп болып есептеледі оларға. И мысалы деген, мына жерде жаңағы Нью-Йорк сессиясы ашылды, мына жерге келді, олар деген ешқандай подтверждениесіз, оларда міне мынау сигнал болып тұр, да, осы жерге келген кезде бұлар шортқа кіреді. Мынау былай кетеді деген оймен, мысалы. И бұл жерде, мысалы, фейл болды, да, кетпеді, ол жаңа стоптарын алды, кейбір стоп қойса қойды, қоймаса стопын алады. Сосын
керісінше енді мына жерден жаңағы ICT жасамады. Егер жаңағы букмап, жаңағы футпринт, мына домды оқып отыр, мысалы жалын мына жерден кірмеді ғой жаңағы шортқа. Потому что ол көріп отыр, сатып алушылар бар, басым болып тұрған. Енді керісінше мына жерден осындай тағы да гэп пайда болды. Енді осы жолы жаңағы ICT жұмыс жасады. Мына гэпқа келді, Е, жұмыс жасап кетті. Сонда деген мысалы ICT жасайтын адамдар мына жерден бір шортқа кіреді де минус алады, мына жерден бір лонгқа кіреді, окей, плюс алады. Но оған дейін минус алып қойды, чисто ICT мен торговать етіп отырды. Ал мысалы жаңағы домға қарап отыратын болса, мыналарға қарап жаңағы букмап, футпринт чарт дегендерге қараса уже көріп отырады, мына жерден шортқа кіру керек емес. Лучше лонг мынау индюсмент деп аталады, осы кезде мына жерде жаңағы үлкен сатып алушылар бар, значит бұлар деген соги бүйтіп алып кетпейді, пулбагын берген кезде осы жаңағы гэп деп жаңағы ICT деп қарастырғанның өзінде де осыны жаңағы нақты көздеп отырып осы жерден кіруге тырысады да мысалы. И плюс мынаумен дополнительный подтверждение болады. Сол жаңағы win rate бұл неге пайда болды? Пайдасы тиді дейік та, win rate жоғарылады. Мысалы бір минус алған жоқ, сразу плюспен. Сондай бір ерекшелігі бар да. Мысалы мына жақта да бірақ жаңағы нелер бар, fair value gap шықты мысалы. Мына жерден шортқа кірген жоқ. Өйткені көріп отыр, мына жақтардан сатып алып отыр, жинақтап сатып алып отыр, жинақтап сатып алып отқанын көріп отыр. Мына жерге келгенде шортқа кіру деген ой болмайды ондай кезде. так, сонда осы жалпы графикке несте қарағанда, менде басында бәрін мына қарап отырдым. Қарағаннан кейін маркет ашылмай тұрып 9:30-да шорт болып тұрды. Түсінікті? Шорт болып тұрды, кәдімгі мына жақта ICT-дің, смарт манидің несі бойынша, да, контекстке қарайсың ғой дейді ғой. Иә, өтіп алған соң контекст оңай ғой, өтіп алғаннан кейін. Ал өтпей тұрып, оны жаңағыдай қиын, өтпей тұрып, мысалы, қазіргі маркеттің жағдайы деген сияқты ғой. Мысалы, Өтіп қараған кезде мысалы өтіп міне кеткенде оңай, да? Ал мен, мына жердегі иә, лоу болған, лоу бұзылды. Все, мынау шорт деп қарайды көбісі да мысалы. шорт деп қарайды. И мына жердегі әңгіме да, көбіміз өтіп кеткеннен кейін, ой, оңай ғой. Но сол моментте, менде басында мына жерде отырғанда 9:30-да мен шорт деп отырдым. Осы 9:30-нан бастап, так, мына жерге келді, бұзды, жақсы деп. И бастала салған соң, все, мен мынадан келіп, сатып алушылар көтеріп алып келді, ешқандай қиындықсыз да. И астына қарай мына жаққа пулбак жасаған кездегі уже ары қаратай жаңағы алгоритмдер жинап бастады. Жоғарыдан, төменнен, жоғарыдан, и мына жақта уже заказдар жиналып қалды мына екі жерде. Сосын қайтадан ойымды өзгертуіме тура келді. Оқып келіп, мына жақта екен ғой деп. То есть, ең жаманы сол, басында мындай дейміз да, ары қаратай ойдың өзгермей қалғаны да. Сонда осы ойды өзгертуге жаңағыдай нелерді оқыған дұрыс. Да? Свечаның жаман жері, жаңа не сияқты ғой, адамның түрі, түсі, киімі деген сияқты да. Біреудің киімі, түріне қараймыз да, ой, әдемі, жақсы дейсің, ары қаратай жұмыс жасап көрсең, не системасы жоқ, не несі жоқ. Бытшыта керісінше кейбір адамды бүйтіп қарағанда, вроде андай бір не сияқты болып көрінеді, бірақ жұмыс істеуі не сияқты деген сияқты да. Сонда жалпы осылардың ішіндегі дүние бізге көмектесті. Менің мынау видеом шықпай жатыр қазір. Енді шықпаса мен қазір көрсетейін. Сонда да бастап кетемін. Мына жерде енді стакан моментті жақсы көрсетеді екен дейді. Окей, стаканды қойып қояйыншы мына жерге. Анау. Так, мынаны бүйтіп қояйын. Стакан моментті, стакан деген, стакансыз мен сол қазір экранның алдында стаканым шықпай жатыр да соған. Неудобно болды. Әне, стаканға қарап, кемінде менде бісмілләмді бастаған кезде жарты сағат стаканыма қараймын. Жарты сағат қарап отырамын да мына жерде. Осы жерден стаканмен, да. И стаканмен бірге қосып, жаңағы футпринт чартты бірге, жаңағы кісі айтқандай, контекстті мен лонг шортқа деп қарамаймын. Енді, окей, мына график жасалды, жақсы. Ары қаратай бұлар мына графикті сыза береді қазір. Алып кеп, мына жерден алып кеп, былай сызып тастауы мүмкін, былай алып кеп, былай сызып тастауы мүмкін, бірақ осы жердегі жүрістерде мына жерден көріп отырамыз да. Мен 80-нен мына 86-ға дейін сатып алушыны көрген жоқпын. Өсіп жатыр ғой бұл. Өсіп жатыр ғой дейді да. А мен мына жерде сатып алушыны көріп тұрған жоқпын. Кәдімгі жақсы футпринт детальды қарайсыз ба дейді. Футпринттен детальды қараймын.
футпринтте детальды қараймын, но нені жаңағы футпринт пен мынаның екеуі негізінен, дом мен футпринттің екеуі негізінен ұқсас. Футпринт просто бір свечаны көрсетуі мүмкін, да? Ал мынау сол моменттегі маған мысалы екі пойнттың арасындағы қазір қалай мына заказдар қалай жұмыс жасап отыр. Жаңа айтқандай 80-де 4 мың, мына жақта 5 мың, то есть мына жерде бұлардың банктар бір-бірімен осы жерде алмасу кезеңі болып жатыр қазір. Графиктен көрінбейді ол. А мына жерден бізге көрінеді. Так, осы жерде менің жұмысым не? Мыналарға кіріп кету емес. Так, жігіттер, окей. Сендер осы жерде алдымен жұмыстарыңды жасап алыңдар деймін, да? Жасап алыңдар. Сосын мына жерден бұлар осы бағадан немесе бұлар үшін ең төменгі баға болуы мүмкін, немесе ең жоғары баға болуы мүмкін. И осы жерден бір несін жасайды. Мысалы, мына жерде тұрған мына заказдарды көрдік пе? 1500 тұр мына жақта. 1500 тұр әлі. Не істемейді ғой. То есть осы жердің іс-қимыл жасап болғаннан кейін кіруіме болады. Мысалы, көбісі мына жерден лоңға кіріп кетуі мүмкін. Мен көп советовать, менің стратегиям бойынша мына жерден лоңнан келмейді негізі, да? Менің бойынша. Мына жақтарда шортқа кіру мүмкін мына жерлерде, да? Так, енді бүгін жаңа тақырыпқа оралайық, да? Тақырып не болып еді, Ермахан? Қуып кетпейік. Мына жерде қамшымен ұрып отырып, тақырыпқа ұрып кіргізіп отырасың ғой үшін. Окей. Проб компания жайлы дейді. Ол кеттің анда. Проб компанияны 2024 қуып бара жатсам қамшымен сабап кіргізіп жібересіздер ғой темаға. Проб трейдинг мен 2024-тен бастадым. 24-те до этого білетіндер болатын болса, Намац трейдерді құрдық, сол жерде сабақ беріп жүрдім деген сияқты. Неден қалдым дейді. Ештеңеден қалған жоқсыз. Как раз жаңадан бері просто қырттық маркет туралы. И Намаста жүрдім да, кейіннен осы проб компанияға фьючерсқа полностью кірдім. То есть Намасты қалдырдым, өздерің қараңдар, да? Дальше менде о жақта бір миссия қалмағандай сезіндім, да? И фьючерсқа қарай кірдім. Сөйтіп фьючерсті қараймын, и проб компанияны қараймын, да? Проб компанияны қараймын, системаларын қараймын бірінші. Системаларын қараймын, оқимын, и бірнеше сразу барған жоқпын проб компания. Что-то андай да, too good to be true дейді ғой. Слишком жақсы болып тұр да, қалай деген сияқты. Сөйтіп, қалай мен $50, $100 төлеймін, маған 50 мың аккаунт береді, немесе 100 мың доллар аккаунт береді. Сөйтіп, өздерінің жаңағы несі бар екен, өздерінің де ақша табу процестері бар екен. Сөйтіп, мен бір адаммен сіз жоқсыз сіз жоқсыз дейсіз. Солай болып қалды енді. Бірақ мен жоқ болғанымен духым сонда ғой. Сол жердегі жігіттер, да, сол жақтағы сабақтар, өзіміздің жақсы ниеттен жасалған балалар, жігіттер, ешқандай несі жоқ. Өзіміздің нелер ғой. Бірақ енді мынау келесі бір шыңды бағындыру үшін сен бір шыңнан түсіну керексің. Ол өмірдің заңы, да. И акция мен үшін инвестиция құралы ретінде қалды негізінен. То есть трейд жасамауға тырысамын. Себебі мен инвестицияға салдым акция, мен неге оны шорт жасауым керекпін, құлатуым керекпін деген сияқты жаңа менде конфликт болды да ойда. Сосын только инвестиция болды. Трейдингге только осындай фьючерс, алтын, анау деген сияқты. Жақсы. И сөйтіп бір жігітпен кездесем, проб компаниядан кәдімгі маған тапқан ақшаларын көрсетеді да. Бірақ ол енді үлкен тәжірибесі бар да. И маған кәдімгі өзінің тәжірибесін ақылын айтып жүрген жігіт қой. Сөйтіп маған айтты, мынау дұрыс, мынаған істе. Осы жерден сен біріншіден өтетін болсаң, саған проб компания саған тестін береді, анауынан өтесің, ары қарай саған диплом, сенің трейдинг ретінде статистикаң қалыптасады дейді да. Статистикаң қалыптасады. И ары қарай трейдтен бұрын, немесе трейдтен кейін, мысалы бір даже үлкен компанияларға мынаны көрсету болса, диплом ретінде жұмыс жасайды. Кәдімгі жұмысқа кіре аласың да, көрсете аласың. Мынау міне осындай компанияда өйткені біледі, что проб компаниядан өтіп ары қарай ақша алу, ол кәдімгі не процесті требовать етеді, да. Сөйтіп, оған бір қанша уақытта кетті? Алғашында бір 3-4 ай кетті бейімделуге, да. Анау трейдинг акциядағы үйреніп алған жаман әдеттер бар, да.
мына жердегі прop компанияның заңдары бар. Егер прop компанияны жасаған кісілер болатын болса біледі. Өзінің стоп лосс заңдылығы, consistency rule дейді. Тұрақтылық заңдылығы, да? Тұрақтылық заңдылығы. Сосын әр күні мысалы позиция саныңа қарайды. Одан кейін ең маңыздысы күндік стоп немесе жалпы саған drawdown бір 2000-3000 долларлық 2000 долларлық жаңағы несін береді. То есть осы жерде сенің контракт саның қанша болып жатыр, бір инструментті дұрыс жасап жатырсың ба, да? Бір инструментті дұрыс жасап жатырсың ба? То есть көптеген жаңағыдай бір 5-10 шақты заң бар, который реально трейдерді дамытып шығаратын, да? Реально трейдерді дамытып шығаратын. Сонда мен түсінгенім, алғашқы акцияда менің жасаған бір 3-4 жыл трейдинг жасаған мынау тәжірибем, опытым әлі жетіспеген екен, да? Проб компания кәдімгі шапалақпен бетке ұрғандай болды. Саған әлі үйрететін дүние бар. То есть анау эго қабылдай алмады. Мен қалай, мен акциядан ақша тауып жүрдім ғой, ол қалай? Сонда мен тәртіп сіздікпен тауып жүрген екен, да? То есть кішкене табасың, бірақ жылына айланып келгенде мөлшері өте аз, да? Сөйтіп осы проб компания тәртібіне отырған соң біріншіден ең басты психологиямен мына эмоцияны алынып тастады. Шынымен, біз стратегиямен анау ICT, домды біліп ал, бәрін біліп ал, стратегиямен ақшаны тап, бірақ ақшаны немен жоғалтасың? Сен эмоциямен жоғалтасың. Психология эмоциямен жоғалтасың. Түсінікті? Стратегиямен эмоциямен жоғалтасың. Бір сделка жасайын дейсің, не істейсің? 3-4 сделка жасайсың. Неге? Өйткені сенде өзіңде арғыда бастарып отырған бір жұмыс ретінде қалыптастырмаймыз, да? Біз неге машинаны скоростьта ақырын айдаймыз? Өйткені камера бар, гаишник бар. Не потому что біз скоростьты азайтып айдағымыз келеді, да? Жоқ, біз басқымыз келеді керек кезде, да? Бірақ ана жерде бар сол. Проб компания бізге былай, маған осындай жаңа полиция ретінде жұмыс жасады. Мен үшін, да? Өйткені бір-екі рет счетты жоғалтғаннан кейін, окей, тәртібін түсіндім, жақсы, осылай жасаймыз деп ол бір қойылды. Екінші жаңа тәртіп қойылғаннан кейін эмоция алынды. Өйткені $50, максимум $50, $100 инвестиция жасаймын. Дұрыс жасалған жағдайда бір ай, 2-3 айдан кейін мысалы 2000, 3000, 4000 долларға дейін ақша шығаруға болады. Бір шоттан. Ал бір проб компания негізінен жаңағы әрбір проб компания примерно 5 шоттан береді. Apex деген бар, 20 шотқа дейін береді. Elite трейдерлар бар. Ішінде енді нюанстары бар. Мысалы, Elite трейдер деген проб компанияға жолаудың қажеті жоқ. Маған бір рет төлегеннен кейін екінші рет жаңағыдай отказ жасауға тырысты, да. То есть сондай бірнеше проб компания бар, жолаудың қажеті жоқ. Оны сразу байқауға болады. Жаңағыдай өзінің несі бар, customer service жаңағы немен сөйлескен кезде, одан кейін ана тәртіп заңдылығындағы проб-формдағы ашылы. Одан Америкада қазір профессионал трейдерлардың Инстаграмда, ютубта бүкіл профессионал трейдер қараңыз, бәрі проб. Тапсаң сенікі бар, сенікі деген бар еді. Иә. Вот и Америкадағы негізгі мықты трейдері 15-20 жыл. Қазір көбісі проб компания жағында, яғни бұл осы бір тренд болып тұр, да. Сен қанша жаманда, қанша не, тренд осы жақта, да. Мен білетін жақсы трейдер, жаңағы Лондоннан Кейн деген біреусі бар, который $1,5 миллион шығарған. Одан кейін Америкада JCap деген бар, $2 миллион шығарған. Тағы да басқа трейдерлардың көп. Осы капиталы бар, бірақ сонда да осы жерде мынаны жасайды. Потому что бір нені мықты трейдер болған соң эмоция, психологиясы сен үлкен ақшаға жеткізуге болады, да. Екіншіден, бұл өте жақсы үйрену құралы. Сен саған $50, $100 мен проб компанияны, мен ешқандай проб компанияны рекомендация жасамаймын, да. Олармен нелер жоқ. Общий целый, да. Қазақстанның проб компаниясына негізі әлі қарап көрген жоқпын, қараудың да қажеті жоқ болуы мүмкін, да. Айдар, сен қарап көріп пе едің Қазақстандікін? Қазақстанда бір-ақ проб компания бар, кажется. Лучше не надо, да? CFD ғой тоже. CFD, лучше не надо. Осы Американың немесе осындай үлкенірек Дубайдың кемінде бір 2-3 жыл тарихы бар, который ақша алынып жүрген дерден жасауға тұр. Кейін оны көрсетеміз, қайсы екен. Ең жақсы үйрену құралы себеп,
сен өз ақшаңмен, мен қазір өзім жалын ретінде мен айтар едім, 7-6 жылдың алдында жалын, егер де мысалы бастап сен өз ақшаңды келесі 2-3 жылға дейін трейд жасама. Неге? Сенің психологияң қалыптасып жатыр, маркет үйренуі бар, анау бар да. Сен лучше осы проптан бастап, тест ретінде да, сен проптан өте алмасаң, сен лайфқа өту рұқсатың жоқ. Мысалы сен машина айдау үшін егер де вождение тесттен өте алмасаң, сен қандай машина айдайсың? Бір күні соғасың, немесе нені аласың, немесе жаңағы тикет штраф аласың, то есть тәртіп үйренбейсің, штрафты аласың, мүмкін 1-2 рет ақша табатын шығарсың. Содан проп компания саған үйрену процесі да, аз ғана ақша саласың, бір $50, сол сенің жұмысың. $50 $100 салынды, келесі ай, бір ай бойы осы шотты жоғалтпау. Өтіп келсең тамаша, өте алмасаң осы шотта отырып соңына дейін шығару да. Егер осы шотты сен жоғалтып болсаң, онда сенде онда өз ақшаны жоғалтасың да. Ал ана шотта саған примерно $50,000, дроудаун где-то $2,000 дейін береді. Сол $2,000 кәдімгі дроудаун 2,000, но ары қаратай пайдасы не. И осы жерден сен қалыптасасың да. Үйренуге өте жақсы құрал. Осыдан бұрын кім Айдарда нелер жасап жүрді, алтын жасап жүрді, нені жасап жүрді. Бірақ Айдарды айтатын болсам, осыда 21-22 бұрын бірінші менің досым болған, сосын маған үйренейінші деп келді, біледі мені қандай не екенін, ешқандай да жоқ, келді, сабақ үйренді. И содан кейін осылай акциялар жасап жүрді, алтынды, негізінен жаңа инвесторлардың ақшасын трейд жасайтын жігіт қой. И оның артықшылығы, Айдардың артықшылығы осы футпринт чартты жақсы оқиды. Маған қарағанда футпринт, мен домды жақсы оқимын. Екеуміз де бірдей жаңағы нені оқимыз. Жаңағы ойплаты 30 шот жоғалды. Мен болып тұр. Сол тәртіпті үйренбегенсің ғой. Саған 30 шотқа дейін сен, может, 5 шот, 10 шот ашып қойдың да. И қазір сөзім бөлініп кетті. И Айдармен жаңағы хит жаңағы букмапты қарадық бірге. Сөйтіп мен Айдарға айттым, ей, сенің скиллің, тәжірибең ұрып тұр ғой. Проп компаниядан қара. И нюанстары болды. Мысалы, осыдан бұрын 1-2 жыл проп компания өткен соң қалай өту керек деген сияқты жаңағы нелер бар. Алғашқы бірінші тест аккаунт болады, да? 3 процесс болады ғой. 3 процессте өтеміз. Бірінші тест жасау процесс. Тест аккаунт. Тест аккаунт саған $50,000 шот берді. О, дейсің да, менде $50,000 шот деп қуанып отырасың. Жоқ, саған берген жоқ әлі бұны. Саған тест жасап өтесің, бірінші тесттен. Көбісі осыдан өтіп алады да, все, мен проп компанияны алдым дейді ғой. Жоқ, бұл сен жай ғана тесттен өттің. Тесттен тез өткізуге тырысады. Түсінікті? Өйткені трейдердің бір 10 адамның ішіндегі мықтысы бір 2-3 ғана болады. Қалғаны әлі қалыптаспаған, жаңағыдай кім сияқты 30 шотқа дейін жоғалтып тастайды. Ой, не $50 ғой, $100 ғой деп төлей береді да. Жоқ, олай болмау. Бір шот соңына дейін апару керек. Сенің жұмысың осы шотты жоғалтпау. Бірінші тесттен өтесің. Тесттен кейін funded stage дейді. Все, осы кезде енді саған мына кезде сен 50,000-ды 53,000-ға дейін жеткізуің керексің тесттің аккаунтында. Қазір Арман чуть-чуть не істей тұрсақ қазір, мен қазір мынаны бір өшіре тұрсам, чатты, сөйтіп мына жақтан айтатын дегенді айтып алсам. Сөйтіп бірінші $50,000 береді, сен 53,000-ға дейін жеткізуің керексің. Мақсат 53,000-ға жеткізуің керексің, келесі 3 күнде, 4 күнде, 5 күнде. 53,000-ға жеткізгеннен кейін не істейді? Саған міне нақты $50,000 береді. Енді сен тапқаныңды қалтаңа мына кезден бастап ақша сала аласың. Ал көбісі мына біреуден өтеді да, Инстаграмда дейді да, мен өттім деген сияқты. Жоқ, сен әлі мына кезең бар. Осы кезеңде сен, осы кезде психология жұмыс, кішкене эмоция әсер етеді. Өйткені сен ақшаңды уже екінші кезеңмен өттің, сен жұмысын жоғалтып алмауың да, ана ақшаны қалтаңа салғың келеді. Осы жерден сен өтесің, осы жерден негізінен 50% фильтровать етіп кетеді. Біріншіден мына жерде өтетін өзінің жаңағы жолдар бар. Контракт сайысы көбірек, мына күні жасау керек, мына күндері жасамау, түртпеу керек деген сияқты. Ал мына екінші кезеңге барғанда уже тұрақтылық кезеңге өтесің. Уже жаңа программамен көрсетемін.
тұрақты кезеңде мына счет, мына уақыт, мынау, и осы кезде сенің жұмысың күніне 2-ден 300 долларды аспай тауып отыр. Да? Аспай. Бір айда даже, да? Аптасына бір 500 доллар тапшы жарайды. 500 доллар. Бір айда қанша? 2000 доллар шығады. Ал сен 2000 долларды уже снимать ете аласың. Да? Ал кейбір жаңағы проформдар 53 мыңнан асыр дейді. Жақсы, 53 мыңнан аспай. Даже 2 ай кетсін, да? Зато салған ақшаң 50 доллар, немесе 100-150 доллар. Да? Сөйтіп ең соңына келгенде уже сен где-то 3 ай бойы стабильно ақшаны шығарып отыратын болсаң, 3 ай, 4 айдан кейін ең соңғы степ жаңағы life account stage дейді, да? Life аккаунтта кәдімгі саған ақша береді. Все. И ары қаратай риск басқару менеджер бар. То есть осы кезеңге өтсең, болды, керемет. Сен уже трейдинг ретінде сен өзіңнің ақшаңмен трейд жасауға болады деген сөз. Онға дейін өз ақшаңды жолатпа. Өз ақшаңды инвестицияға сал. Ал көбісі, ой, алтыннан осынша тауып жатыр, қанша трейдерді бір көріп, бір сөйлесіп, да, сезеді негізі. Мысалы, боксерларды жаңағы не дешеді, жаңағы әбіш әне, ынтымақ бәрін қысылып қойған. мен мына жерден қалай жауап берді? Mute up century. Ертең 28 отырдық. Айдана iPhone деген жауып қоясыз ба? Дауысыңызды естіліп жатыр бізге. Кедергі жасап жатсыздар. iPhone Айдана деген. Әне, тұр. Мына кісі енді старсты кек. Ұрса алмай отыр едім. Окей. Осындай бір жігіттер керек. Дық деп бәрін тұрғызып. Сонда трейд бұл бір мүмкіндік болып отыр. До этого прop компания деген болмаған, сол үшін түсінбейтінмін, да. Өз ақшамды рискқа қойдым. Ал өз ақшаңды қойған соң біз бәріміз білеміз ғой. Ол трейдинг күнде ақша таба бермейсің. Жоғалту бар. Вот осы жоғалту эмоцияңа қатты ұрады, психологияны сындырып тастайды. Алғаш бастағанда трейдингді ұнатасың, кәдімгідей ұнатасың. Осыны бір кәсіп қылайыншы. Бір істеп кет. Хотя бы күніне бір 50 доллар табайын. Ол кезде мен Нью-Йоркта таксовать етемін, где-то күніне 300-500 доллар табам, да? Бірақ осыны бір жұмысқа айландырып, күніне хотя бы 50 доллар табайын. Табасың, бірақ ана жоғалтуға келген кезде ауыр тиеді, да? Да, миың түсініп тұр, бұл расход қой дейсің. Бұл расход, ештеңе етпейді, стоп-лоссында тоқтат дейсің. Бірақ ана эмоцияңда бір груз тұрады, да? Енді ол груз әлі піспегеннің әңгімесі. Мысалы, профессионал боксер мен обычный боксердің, профессионал боксерлар сен удар тиетін болса, оны нормально қабылдай біледі, да? Сол үшін біраз уақыт керек, та оған. И сөйтіп сол мені кішкене ұстап жүрді басында бастағанда. Ал содан мынау прop компанияға кірген адамдар болатын болса, прop компанияға кірген адамдарда мысалы осы психологиядан чуть-чуть айланып өте алады. То есть қатты ауыртпашылық болмайды негізінен, и сенде нақты заң болады, сен түсіреді. Енді осындай үшінші кезеңнен өттік. Үшінші кезеңнен өткеннен кейін сенде уже әдет қалыптасады. Сен 3 ай, 4 ай бойы кәдімгі жаңағы залда шынықтырды, да. Енді сен трейдинг бизнес емес, трейдинг спорт. Кім жеңді, сол чемпион ақшаны алып кетеді. Бұл кәдімгі спорт, та. Бұл кәдімгі дисциплинасы бар ма? Бар. Күнде уақытында келу керексің ба? Келу керек. Жаттығу жасау керек па? Жаттығу жасау керек. Дәл солай трейдингнің мықтылары да осы спорттағы чемпиондар сияқты үлкен ақшаға. Оны бизнес деп, халал, харам деп оны кіргізу қажет жоқ. Ол кәдімгі спорт. Ол кәдімгі жарыс. Білімділердің, тәжірибелердің арасында шахмат сияқты жарыста бұл жерде жеңіске жеткен адам алып кетеді. Ал біздің қарсыласымыз да, досымыз да как раз осы үлкен жаңағы қаржы орталықтары, да. Біз бизнес дейін десең, бұл бизнес емес. Неге? Бізде бизнес болу үшін сенде клиент тауың керексің, клиентке сервис жасауың керексің, товарын сатуың керексің. Ойбай, товарым өтпей қалады, сасып қалады, алмай кетеді деген сияқты әңгіме жоқ бұл жерде. Базар ашық. Кіре бер, да. Кіре бер. Мына базар ұнамайды, мына базарға бар, мына базар ұнамайды. То есть базар ашық тұр, да. Бұл жерде проблема вот базарда емес, рекламаңда да емес, маркетингде де емес, дәл өзіңде. Өзіңді нақты тәртіпке ұстап қоятын болатын болсақ, қай жерде не істейтін болсақ, мынау кішігірім жұмысын жасап алды. Так. Сонда
ондай проблемалар жоқ. Енді осы бірақ жаман жерде дәл солай, да, мындай проблема жоқ, проблема сенің ішіндегі жаңағы тәртіпке. Сонда осы жаңағы прок компанияда осындай өте аламыз. Тағы да осы Америкадағы бірнеше прок компаниясымен рұқсатын алдық. Тағы да біреусімен сөйлесіп жатырмық, что осы Американың прок компаниясы дұрыс деген сияқты. Енді қазіргі проблема не болады? Қазіргі проблема көбісі маған жазып жатқаны, графикті оқыдық, мынаны істедік, оқымаған жеріміз жоқ. Енді бір уверенно не болып жатқанын ішін көргіміз келеді. Мынау бір картина ғой дейді да, картинаға қарап. Сол картинаға қарап, ол мысалы менде мына домым болмаса, да, тағы да жаңағы мына жақта ашылып тұр жаңағы нелер болмаса, букмарктарым болмаса, мен трейд жасай алмаймын. Да, трейд жасай алмаймын. Өйткені бұны қозғалтып отырған цифр. Сонда осы цифрлар арқылы біз нақты жерден кіруге тырысамыз, да. Нақты жерден кіруге тырысамыз, одан кейін шығатын жерінде де нақты көрсетіп бастайды. Сонда мен осындай одан кейін прок компанияға кірген соң күнде ақша таба беремін деген ой болудың қажеті жоқ. Да? Менде болды, мысалы алғашқы 2-3 ай ақша таба алмадым, бірақ жақсы айларда 40 мың 50 мың долларға дейін алдына шығардым. 40 мың 50 мың долларға дейін шынымен шотыма түсті да, уверенно болдым, мынау жақсы дүние екен, жақсы, ары қаратай көрейік. И осы проп трейдердің жаңағы несін алған жаңағы сертификаттары бар, нелерін мен қазір жаңағы Қытайдың аудиториясына и ағылшындардың аудиториясына кірейін деп тұрмын, өйткені осындай дүние. И жібердім солардың, пока аудиториясына кірерден бұрын осындай үлкен жаңағы өздерінің осындай трейдинг жасайтын нелері бар, платформалар бар да, и соларға жібердім. Интервью болды, и сразу мені алды да. То есть, окей, спикер ретінде да. Осы келіп өзіңді былай спикер ретінде сөйлеп берсең, сағатың $100, бір күні 1,5 сағат, 2 сағат саған уақыт берейік. То есть, анау қытайлар кәдімгі просто көрсетіп едім. Бастығымен, вроде бастығы кішкене басында WhatsApp-пен немен сөйлескенде пока көрсетіп едім, и результатымды мына дүниелер көрсеткен соң, болды, короче, осы уақытында келсең, понедельник күні осындай бастады. То есть, Қытайдың аудиториясына кәдімгі шақырып тұр да. То есть, скоро Инстаграмда шығарам, қай атаңды көрдің деген сияқты да, Қытайға инвестиция оқытқан. Оған екінші Американың бірнешеуіне жібердім, осы нәтиже, міне менің нем, да? Өйткені сен өзіңнің шотыңды өзгерте аласың. Прок компания ол нақты қай күні, қай кезде не түскенін көріп тұрады да. И соған жіберген соң Американың компанияларында қызық тұр саған, келсең бізге. Бір жағынан лайф трейд жасап берсең, бір жағынан үйретсең деген сияқты. То есть бұл кәдімгі алдындағы жігіттің айтқан шынымен де бір жаңағыдай диплом сияқты, бір қағаз сияқты жұмыс жасады да, жұмыс жасады. И осындай дүние да. Сонда бірінші эмоция жағынан болсын, капитал жағынан болсын, үйрену жағынан болсын, ары қаратай дальше жұмыс жасау жағынан болсын, өте үлкен плюстарды көріп отырмын. Ал минустарына келетін болсақ, минустары бұны білмеуде. Сен бұны бір шоттан өтпедің, сен заңды түрде тәртіпке отырғызамыз. Айына бір шот болды. Одан артық шот алмайсың. То есть солған келісеміз, да? Соған келісіп қараймыз. И бір шотпен. Екіншісі контракт, жаңағы көбісі әдейі проп трейдинг компания бірнеше законды қояды. Оны трейдерларға мысалы стопты қою, дейли стопта тоқтату, макстосты тоқтату қиын, да? Сол үшін сол заңдар тұр. И ол заңдарды көп трейдерлар бұзып жібереді, да? Сол үшін күніне 10 шот, 20 шот күйдіре береді. Жоқ, олай болмау керек. Өзінің тәртібімен істелінетін дүние. Айдар, не істейсің? Микрофон қосылып тұр ма? Қосылды ма, естіліп тұр ма? Жаңа сұрап жатыр ғой, саған домды көрсетші депші, сен қысқаша болсын бір шолу жасап жіберсең домға. Тез. Сосын мен букмапты көрсетейін. Жоқ, сен аша берші қазір. Аша берейін ба? Have to take every 30 minutes we have to take a rest, so not go with that. Так, мен саған нені бере салайын. Бір су ішіп алайын. Advanced multiple can share. Мына жерден participants, host, meeting, group chat, не var дальше. Айдар қазір, Экран көрдің ма менің? Қазір. Көрінді ма?
Экран көрінді ма? Қазір жазып жібереді қазір астына. Так, иә дейді. Хорошо. Мынау бізде букмап деп аталады. Оны мен Қашта өз отыр, бұл жерде бір екі үш адам жазып жіберсін, көрінсе көрінді. Хорошо. Көрінбесе. көрінді. Аха. Мгм. Хорошо. Мынау бізде жаңағы букмап деген аталады, кәсіби жаңағы құрал болып есептеледі. Жаңағы order flow деген нәрсе бар. Трейдерлердің жаңағы саудалайтын стилі да. Order flow деген жаңағы қазіргі моментте болып жатқан жаңағы заказдарды оқу и соларға реакция жасап трейд жасау да, мысалы. Бұл мына букмап дегеніміз жаңағы мен өзім былай айтамын, типа рентген, короче, кэндлстиктар ол сыртқы жаңағы келбеті, ал жаңағы анау рентген болады да. Мысалы мына жерде свечаларды қарап жатсақ, бұл бізге төрт-ақ ақпарат береді. Ашылды, жабылды, high, low болды да. Ал мысалы букмапты қарасақ, букмап жаңағы ашылған, жабылған бағадан басқа көп ақпарат береді. Мына жерде мынау шариктері деген, бұл жаңағы қазіргі болып жатқан, мысалы осы моментте болып жатқан сауданың көлемі. Мысалы бүйтіп мынаған навигация жасасақ, мына жерде волюм 423 деп тұр да, мысалы 6992 деген бағада 423 сауда болған. Мына қызыл сатушылар, жасыл сатып алушылар. Бірақ ол бұл жерде мен букмап былай жаңағы настройка жасалған дельтаны көрсетеді. Мысалы мына жерде 276 сауда, бірақ бұның ішінде көбісі сатушылар болған соң бұл қызыл болып тұр. Өйткені дельта жоғары да, мысалы сатып алушылардан сатушылардың жаңағы көлемі, жаңағы объемы жоғары. И осыған қарап отырып, мысалы қай жерде absorption деген жаңағы мағына бар да. Absorption деген сіңіріп алу. Мысалы мынау сызықтар, бұл сызықтар жаңағы heatmap деп аталады. Бұл жаңағы ордерлар. Мысалы, жылысты тұрайын. Былай қарасақ, мынау деген жаңағы Жалын мырзаның көрсеткені дом дейміз ғой, жаңағы стакан. Стаканның бір түрі. Current order block дейді. Әр бағада тұрған жаңағы лимитный заказ, ордерлардың жаңағы санын көрсетеді. И мысалы домды оқыған кезде санмен ғана қарап отырамыз, ал хитмап бізге соны жаңағы визуал ретінде көрсетіп отырады. Мысалы мына жерде 141 деген сан тұр, ол 6995 деген бағада тұр да. Ол нені білдіреді? Ол осы жерде осыншама сатушы ордер тұрған деген сөз. Ол яғни баға осында келген кезде осы қойған адамның жаңағы ордері 137 ордері орындалады. Ал біз мына жерде хитмаптан бұны визуал түрде көреміз. Бұл, грубо говоря, уровень деп атамыз, осы уровеньнің бәрі осы. Бізде деген, мысалы, кэндлстикті қарасақ, мысалы, уровень мына жер дейміз, мына жер уровень, мысалы, жаңа гэп деп атамыз. Соның бәрі, мысалы, кэндлстикта, окей, айтуға болады, просто сызып қоюға болады да, мына жер уровень деп. Так, допустим, мына уровень. Окей, бұл уровень точно, мысалы, атқара ма? Осы уровеньге келген кезде жаңағы absorption болып, осыдан жаңағы сопротивление уровень деп алып, мысалы, мына жақтан шортқа кіре аламыз ба? Тоже білмейміз да, мысалы, просто сызып қойдық, кэндлстикта жаңағы төрт-ақ ақпаратты сүйене отырып, осылай сызамыз. Мысалы, мына жерде ордер не болуы мүмкін, мысалы, уровень болуы мүмкін. Бірақ тоже білмейміз да. Ал букмапқа қараған кезде ол анық көрінеді. Действительно, осы уровень мықты ма, жоқ слабый ма? Мысалы, мына жерде күшті ордер болған, мықты ордер болған. Получается, жаңа Нью-Йорк сессиясы ашылардың алдында, ашылғаннан кейін екен, осыны свип жасады да, мысалы. Әлгі айтып атамыз ғой, ложный пробой. Ложный пробой осы жерде болған, мысалы. Келді, бұзды, сатып алушылар тырысты аралып кетуге, бірақ күші жетпеді. Сатушылар басым болды да, аста кетті. Ал мысалы, мынаумен қарасақ, ол жаңағы мына уровень болған. Мына жерге келген, мына жерге келген, мына жер. Осы жаңағы уровень болған да, мысалы, мынау да болуы мүмкін, мысалы, жаңа қазір көресің, қайсысы уровень екен. Так, 90 деген уровень екен. 90-ымыз
міне мына жер екен. Получается, бұл уровень, міне мына уровень болған. Мықты уровень болған. Мысалы, candlestick, мысалы, свечамен сызған кезде, бұл жер точно уровень ба, уровень емес па, мысалы, көбісі білмейді да, мысалы, в общем салды, окей, хорошо. Мысалы, келді, мына жерден breakout деген стиль торговли бар да, мысалы, анау бұзған кезде ретест жасап, дальше лонгқа кіреді, бірақ бұл уже хайда тұр да, мысалы. Мына жақта лонгқа кіру, мысалы, дұрыс па, дұрыс емес па, тоже білмейсің да, мысалы. Сондықтан көп трейдердің проблемасы, мәселесі жаңағы неде болады. Рандомный трейд жасайды. Қай жерден о баға кетіп баратыр ма, о дейді да, соған секіріп кіре салады, лонгқа кіре салады. А ол жерде уровень тұр. Уровеньді бұзды ма, бұзып соны ретест жасады ма, сол жерде жаңағы сатып алушылар үстіне қосып жатыр ма, дальше жоғары алып кетуге, оны білмейді да, мысалы. Ал мына құралдың арқасында, мысалы, соны көріп отырамыз да, мысалы. Мына жаңағы уровеньді бұзды, окей, мен ретест жасаған кезде кірем деп отырамын, мысалы, да. Уже план бар, четкий план бар. Графикаға, әрине графикке қарап, бірінші өзіңнің стратегияң, өзіңнің жоспарыңды сызып аласың. Мына жерде уровень бар, мына жерде уровень бар, мынаны бұзса жаңағы шорт, мынаны бұзса лонг. Бірақ ол уровеньді сызып соған келе салған кезде кіре салмайсың, сен оған подтверждение керек болады саған, да. А подтверждение мынадан аламыз. Мысалы, мынау бұзды, ретест жасады. Мына жерде қайттан жасыл свеча пайда болды, жасыл жаңағы шар пайда болды, мына жақта сатып алушылар тағы кіріп жатқан жағдайда уже 100% уверенностьпен, 100 болмаса да 90% уверенностьпен мына жерден кіресің лонгқа. И бұның несі, мысалы, мына жерде, жақындатып көрейін. Мына жерде, допустим, ордер шыға бастайды. Мынаны бұзған кезде, тағы да мынандай ордерлар, алгоритм жасайды ғой, бұның бәрін адамдар өздері бүйтіп ол лимитін қоймайды. Адамдар, мысалы, статистика бойынша нарықта 90% жаңағы объем торговаться етіліп жатқан, саудаланып жатқан, ол алгоритмдердікі. Оны, мысалы, адам қоймайды. И, мысалы, мына бұзған кезде, осы букмапқа қарап отқан кезде жаңа көресің сразу. Мысалы, мына жерге бұзды ма, жаңартып қойып жатыр ма, осы уровеньді ұстап жатыр ма, жоқ, ұстап жатқан жоқ, уже елдер мына жерден тым қымбат болып кетті, мен мына жерден сатып алмаймын деп ойлайды да, қойып жатқан жоқ. Сондықтан сен, мысалы, мына жаққа шортқа кірмейсің, лонгқа кірмейсің. Лучше шорт қарай бастайсың да, мысалы. Мына жерде қарап тұрсақ, келді, қайттан, мысалы, сатушылар кірді. Мына жерде көріп тұрық, агрессивный, бұл нердің ордер флоудың екі мағынасы бар да, мысалы, пассивный, қалай атаушы еді? Пассивный ордерлар и активный ордер деп атаймыз. Пассивный дегендер жаңағы қойып күтіп отырады. Мына жерге келген кезде мен сатамын, мына жерге келгенде мен сатып аламын деген сияқты. Ол жаңағы уровеньдер, жаңағы нелер, ликвидностьтар. Ал екінші агрессивный нелер. Олар күтпейді. Қазір сатып алып жатыр, немесе қазір сатып жатыр. Мына жерде көрдік, мына уровеньді бұзды, сатып жатыр ма? Сатып жатыр. Окей. Уровеньнен қайттан жаңартып жатыр ма ордерді? Жаңартып жатқан жоқ. Көреміз, дальше кетті. Окей, сатушылар басым бола бастады. Мына жерде кішкене әлсіздік білдірді, ретест қайттан келді. Мына жерде уже явный екінші возможность бар да, жаңағы қайттан шортқа кіруге. Мысалы, 1 минуттықпен қарасақ, міне бұзды, ұстай алмады, астыға сатушылар кіріп кетті, келді. Мына жерде жаңағы қайттан наоборот лонг емес, шортқа кіретін мүмкіндік берді бізге. Сонда қарап тұрсақ, мына жерде содан кіріп, ол бірінші да entry сигнал береді да бізге, подтверждение қосымша. Енді екінші кіріп алған соң қай жерге дейін ұстау керек? Окей, мына жерде ликвидность болған сол жерде. Сонда келесі ликвидность мына жерде тұрған 6975 дейді, 6975. Міне мына жерде тұрыпты. Мына жерде тұрыпты. Сонда осы жерге дейін ұстайым деген уже сенде уже сенімділік пайда болады. Сен мына жерден кіріп алдың. Біріншіден сенің стопың жақын. Стоп, мысалы, мына жақтан кіргенде көбісі стопты мына жерге қояды да, мысалы. А сен біліп отырсың, мына уровеньде ордер болған, осы уровень маңызды, бұл бұзылды. Егер осыны ұстай алмаса, бұл астыға кетеді, ұстаса жоғары кетеді. Егер, мысалы, букмапқа қарасақ, сонда букмапқа қарамай торговать етсек, мысалы, ICT-мен, да, мысалы, мына жерде fair value gap, мысалы, мына жерде атқарды дейік, да. Осы жерден кірдің, стопың мына жақта болады. ICT-мен істегенде. Ал букмапқа қарап отырсаң, уже білесің, мына жерде жаңартып жатқан жоқ. Значит, сенің стопың примерно мына жерлер болады да, сонда азғантай ғана стоппен кіресің. Міне. 3 пункт стоп.
мына жақта 6 пункт стоп та, 2 есе 3 есе көп. И келесі жерге, қай жерге баратынын уже көріп отырасың. Келді, ұстады ма? Көресің. Бірінші келді, ұстай алмады, бірақ бұған тимеді. Окей, қайттан тиетін мүмкіндігі бар. Тағы ұстап көресің. Стопыңды жылжыттың, келді, алды, үлкен сатып алушылар кірді. Бірақ абсорпшн болды мына жерде. Неге? Өйткені мына жаңа ордерді сіңіріп алды. Сатып алушылар. Мынау деген үлкен сатушылар емес, сатып алушылар. Бұл деген біз деген ең жаңағы минусы, бұл қанша уақытқа дейін созылатынын білмейсің да, бұл импульсті мысалы. Бірақ в моменте сен скальп жасайсың ба, или сен жаңағы өзіңнің high time frame анализіңа дополнительный подтверждение ретінде қабылдайсың ба, соған байланысты да мысалы. Бірақ мына жерде мен көріп тұрғаным, мына жерде сатушылар кіріп атқанның өзінде сатып алушылар соның бәрі Қазір мысалы жаңағы 10 мың заказ кірді дедің ғой. И сол жерде 10 мың заказ кіргеннен кейін мысалы жаңағы маркет уже құлап бастады да. Тренд өсіп жатқанымен. Окей, жаңағы презентацияңды ашып жібересің ба? Мен сол презентация бойы айтып жатырмын, просто мен былайынан ауызша көрсетіп, визуально көрсетіп. Айтып отырмын. Так, екінші құрал, мысалы бұл деген ликвидті көрсетеді, плюс жаңағы біздің жаңағы маркетте қазіргі болып жатқан әрекетті көрсетеді. Қосымша мен мысалы footprint chart дейді. Footprint дегеніміз міне мынау. Мынау жаңағы алтын ашылып тұр екен да, алтын. Алтынға қарасақ, мысалы мына жерде әр баға, свечаға қарағанда бұл әр бағада не болып жатқанын былай көрсетеді қазір. Мысалы мына үлкен свечаны алайық. Мынау неге свеча, жасыл свеча. Мына жерде кішкентай фитилі бар, мынау денесі, мына жерде кішкентай фитилі бар. Мына жерге келді, мынау фитиль, мынау денесі, мына жерде кішкентай фитиль. Мынау свечаның үшқырлысы. Мына жерде қарсақ, міне мынау свечалар ғой, міне. Мынау мен мынау тең. Получается, міне мына жер, так, бұл емес, мына жақта екен. Окей, мынау значит ағымдағы свечаны көрсетейін. Міне мына свеча ғой. Мына жерде не болып жатқанын мысалы оқып білемін да, мысалы мен. Мына жерде мынау дельта деп аталады. Жаңағы сатып алушы мен сатушылардың көлемінің разницасын көрсетеді. Мынау общий көлемді көрсетеді деген сияқты өзінің настройкасы бар. Елдер әрқалай настройка жасайды, бірақ мынау ең тиімді настройкасы, ең көзге ыңғайлы, жаңағы қабылдауға ыңғайлы настройкасы осы болды да мен үшін. Кейбіреулер мына жағына сатушылардікін қояды, мына жаққа сатып алушылардікін қояды, кейбіреулер көлем қояды, мына жаққа екеуін де сыйдырып қояды. Ана кішкене көзге ыңғайсыз да, мысалы маған былай воспринимать ету, мысалы қабылдау ыңғайлырақ. Получается, мына жерге келді, не болды мысалы? 9 деген сан не ол? 9 деген мынау 9 контракт саудаланды, оның ішінде 9-ы сатылуға. Бірде-бір сатып алу болмаған. Мына жерде 88 болған, 40-ы сатып алу, 40-ы сату, ішінде екі контрактыға сатып алушылар жеңіп кетті мына жерде. Получается, мынау дельта. И осыны оқу арқылы мен мысалы біліп отырам да, жаңағы свечаға қарап отырғанда, мынаған қарап отырсам, менің жаңағы маркетті оқу жаңағы скиллым жоғарылайды да. Мысалы, мен жерде точно біліп отырмын, мына жерде absorption болып жатыр ма, жоқ, болып жатқан жоқ па. Жоқ, мына жерде жаңағы iceberg orders дегендер болады. Мысалы, iceberg orders деген бір, мысалы, қазір мына жерде сызатын құрал бар еді. Так, окей. Iceberg order, мысалы, мына жерде бір ордер бар дейді да. Жаңағы bookmap'тан көреміз, мына жерде 20 ордер тұр дейді. Баға осыған келіп тиеді, бірақ дальше өтпейді. Бұлай өте алмайды да. Өйткені бұл жерде iceberg order деген болады. Олар жаңағы үлкен игроктар, үлкен жаңағы институционалды трейдерлар, олар өздерінің ордерін көрсеткісі келмейді. Өйткені көрген адам, ол мына жерде бұлар сатып жатыр екен деп, олар да қойып, мысалы, олардың ликвидін өздері жоғалтады. Ликвид деген әр сатушыға сатып алушы бар, әр сатып алушыға әр сатушы бар деген мағынада. Маркетте анандай понятие жоқ. Тек сатушылар ғана кіріп жатыр, немесе тек сатып алушылар ғана кіріп жатыр деген ұғым жоқ. Өйткені әр сатып алушыға сатушысы бар да. Бірақ қайсысы басым, сол маңызды да. И оны тоже жаңа институционалдар, сонымен де жаңа манипуляция жасайды. Осы iceberg ордермен да, мысалы, баға келді, мына 20-ны алды, баға өтпейді. Бұл баға тоқтап тұр, мына жерде бүйтіп
тіреліп қалды да. Өте алмайды. Өйткені бұл деген айсберг ордер дегеніміз мынаны жаңартып отыр. Ол деген қолмен жаңартпайды, әрине алгоритм. Олардың алгоритмдер целый бір кәдімгі үлкен зданияда өңкей жаңағыдай компьютерлар тұрады. Высокочастотный HFT деп аталады. Высокочастотный торговля дейді. Сондай өздерінің нелері болады, роботтары болады. Ол 1 миллидоли секундта осыны қайта-қайта 20-ны қойып отырады. Мынаны алды сатып алушылар, мына өсет деген сияқты бірден о жерге айталық 30 мың ордер, 40 мың ордерді қойып жүретін болатын болса, көптеген трейдер көріп қояды да, көріп қояды. Сол үшін не істейді? 10 мың ордерді 100, 200-ге бөледі да, тез әрбір секундта әрбір неде жаңартып отырады да. Бірақ енді мына жерде домнан да көріп қоюға болады. Мынау домның басқа түрі. Дом, мысалы, мен домды оқимын тоже, бірақ дом маған, мен кішкене визуальный, кішкене әр адамның өз қабілеті болады, мен визуалмын да, мысалы, маған көріп отырған, жаңағыдай визуальный көрген ыңғайлы да, мысалы, а жалын ол цифровой адам да, мысалы, ол да санмен қарап отырған ыңғайлы. Мынау екеуі бір нәрсе. Просто мен осылай қабылдау қабілетім жоғары, жалын цифрмен қабылдау қабілеті жоғары да, мысалы, мына жерге келген кезде мен көремін, мына жердегі объем өсіп жатады. Мысалы, мына жаңа футпринт чарт болса, объем өсіп жатыр мына жақта. Бірақ баға кетпеді. Мына жерде жаңағы разница, дельтасы шығып тұрады да, мысалы. И соны, мысалы, осы футпринт чарттан айқын көруге болады. И жаңа олар неге үлкен ордер қоймайды? Өйткені мына жерге сатуға үлкен, мысалы, 20 миллион ордер қойса, баға осында келген кезде слиппедж деген нәрсе болады. Слиппедж деген әлгі, мысалы, Форексте көбінесе болады да, мысалы, әлгі жаңалық шығарған кезде елдер, мысалы, мына жерге ордерін қойды, мысалы, 100 деген бағаға да, мысалы, акция дейді да. Тарс етіп жаңалық шыға қалды, Пауэлл тұрды да, good morning деді ма, good afternoon деді ма, баға былай атылды да, сенің мына жерге қойған 100-ден емес, мына жерден 110-нан ашып береді саған. Өйткені жаңағы үлкен ордер, немесе наоборот ликвидтің жетпеуі осындай неге салдарға алып келеді да. И мысалы, мына жерден 20 миллион ордер қойса, баға мына жаққа келген кезде, мынау деген былайынан кеткен кезде, енді білмеймін, мына жақтағы ордерлар қалып қалады. Неге өйтіп істей алмайды? Өйткені мына жерден, мысалы, 100 деген бағадан 110 деген бағадан ол жаңағы 2 миллион ордерін қойса, жаңа баға былай кеткен кезде, андай усреднение деген бар ғой, ол деген 110-нан ашып бермейді, оның позициясы мына жақтағы 90, мысалы, 92-ден ашып береді. Средний бағасы осынша. Өйткені 10 миллион ордерді толтыру, средний толтырған кезде бұл деген жаңағы 80 деген бағаға дейін жеткенше толу мүмкін да. Соған жеткенше толды 2 миллион акциясы, бірақ оның средний бағасы міне 92-ге түсіп қалды. 110-нан емес 92-ге. Сондықтан олар бұлай істемейді. Олар ақырында осылай жинап, бөліп сатып алып отырған кезде олардың бағасы жаңағы тиімді бағамен да. Мысалы, мына жерден сатқысы келді 2 миллион акцияны. Осылай айсберг ордермен сатып отырған кезде ол примерно 109,5 деген сияқты бағамен средний сатып дайындады. Сосын бар баға астыға кетеді да, сол кезде олар тиімді бағамен жаңағы ордерін толтырып алды деген нәрсе да. И мына футпринттің бір пайдасы сондай жаңа сигналдарды көріп отырасың. Мысалы, аномалия деймін, өзім сондай жағдай көріп байқаған кезде, мысалы, уверенный позицияны ашасың. Сол енді көп айтатын нәрсесі көп, бірақ енді основной нәрсесі осы. Мен жерден бөліп жүрейін. Көрініп тұр ма? Так, сен экран бөліп жатсың ба? Сені, өшіріп сал. Мен тоқтатып тұрайын. Осы жерде мысалы қарасаңыз, мына жақтан 10 мыңдаған контракт кірген да. Сол үшін мен мына жерден жаңағы лонг жасамау керек деген себеп, міне осы жерлерге келген кезде көтеріп алып тұрып сатып алыпты да. Мына заказдар келді, қайтадан келе жатыр мына жерде. Мынау графикте былай болып көрінеді, ал мына жерлерде бұндай болып көрінеді, ал жаңағы неде футпринт чарт немесе хитмапта мына жерлерде жаңағы үлкен заказдар тұрады да. Үлкен заказдар тұрады да, осы жерлерден жаңартып отырады. Сонда жалпы осы жылғы негізінде Айдардың өзі, сен қанша уақытта проб компанияны өтіп алдың? Мен
Проб компанияны екі апта болды ма, 2 апта болмай өтіп выплата алып алдым ғой. Просто выплатасы 3 күн ба сондайда түсті. Мен еще пятница жібергенмін. Ну, понедельник. Нормально. Аха, выплатаңды жібере салсаң, мына жерде көріне ме? Выплатаны так қаяқта саған жіберіп едім ғой, сенде компьютерда жоқ па? Менде компьютерде жоқ болып тұр. Ол телефонда енді ол. Соны маған WhatsApp-қа жібере салсаң, ол жақта не істей саламын. Сонда WhatsApp иә, кім Айдар алды, и осы системамен енді осы жаңағы жылдағы ниет осы футпринтпен мыналарды көрсету, көрсету, и жаңа адасып жүрген трейдерлар бар, дұрыс бағытпен жүрмеген, и осы проб компания арқылы сол жерден жаңағы founded алып, осы жерден мысалы жаңа бір кісі айтып отыр, 30 шот, 40 шотқа дейін жоғалттым деген сияқты, сөйтіп барып ақшасын алдым. Қанша ақша шығардыңыз жалпы? Шықты ма? Арман мырза. Чат жабық па, ашық па екен? Жабық тұр екен. Отключен деп тұр. Мен өзім айта кетейін, мен деген бірінші рет жаңа Лилу осы Жалын мырза айтпай тұрып, өзім бастап көрейін деп бір Лилу деген бір болмайтын бір проб компанияны тауып, өйткені американский проб компаниялар көбісі біздің қазақстандықтарға ашпайды екен. Мен қаншауын тексеріп көрдім, бәрі ашпайды. Біреусі ашып берді, үйсе болмайтын компания екен. Өйткені мен Айдарға айттым, осы дұрыс, осыны бір кіргізсек, Қазақстанның несіне. Қарап көрсең, сөйтіп қараған айтыр. Сол жаңағы бір қызығы, сол мен білмеймін ғой енді, мысалы біз деген мен біздің обычный акция сататын брокерлерді үйреніп қалған, мысалы позицияны лонг ашсаң, стопын қойсаң, тейкін қойсаң, жаңағы қолмен жауып тастасаң, жаңағы стоппен жаңағы тейк профит өзі өшіп қалады да. Ал мына неде жаңағындай ол ордер, отдельный ордер болып тұрады екен. Мен білмеймін, мен өзімше күнде жаңағы торговать етіп жатырмын, плюсқа кетіп жатырмын, жаңағы тесттен өтіп қалдым. И пятница күні тұрамын да, короче, в общем, жаңағы шаршап уже көп торговать еттім, скальп жасадым, короче, алдында қолмен жаттым, плюспен жаттым да жауып шығып кетіп қалдым. И понедельник күні келсем, менде деген жаңағы аккаунтым все сгорел дейді да, короче, дроудаун дейді. Мен түсінбеймін, қалай мен деген уже жаңағы тестқа жетіп өтуіне там бір $200 қалды ғой деп қарап, историясын қарасам, жаңағы ордерлар, лимит ордер дегеніміз, мысалы стопқа қойған, ана жеткен кезде соншама акцияны қарсы сатып алу ғой, мысалы. Ал жаңағы take profit деген, мысалы лонгты отсам, ана ордерға жеткенде қарсы сатып жіберу болу керек қой. Ана сен қолмен жапсаң, сол қалып қалады екен. Сондай андай тупой неге түсіп қалдым да, сосын Жалын айтамын деп, мынау деген қалып қалыпты ғой, ордерлармен take profit стоп лоссымды қойсам, анаған келіп өзі орындалып кеткен ғой, түн ішінде ашылған кезде, мен минусқа шығардым деп саған біреусін солай жоғалттым, екіншісін өзім тилтқа кіріп жоғалттым, и үшіншісін мысалы жаңағы соңғы ашқан нелерімді уже жоғалтпай, уже нормально тестінен, челленджтан да өтіп, жаңағы выплатасын да алып, уже тексеріп көрдім да, жаңағы выплата точно жасай ма, жасамай ма дегендей. И все, бәрі дұрыс. Қазір мысалы проб компания, чисто проб компанияда. Бұның бір ерекшелігі проб компаниямен торговать ету. Мысалы сен деген даже $1000 торговать етсең да, депозитің. Сен деген мысалы табасың, стопың $100, тейкің, допустим, $300 да. Стоп алдың, 2 стоп алдың, 3 стоп алдың. Сен мысалы бір күннің ішінде скальп жасасаң, 3 стоп алсаң, уже сенде $300 жоқ, $1000 $700 болып қалды. Ал проб компанияда сен мысалы 50-дан әрқандай суммаға байланысты, депозитқа байланысты, мысалы 50 мың, 100 мың, $150,000 аккаунт сатып аласың, $50, 75, $100 деген сияқты. Сондай суммаға ғана рисковать етіп отырып, жаңағы саған үлкен суммамен торговать етуге мүмкіндік береді. Сен сонда деген жаңағыдай $1000 лучше алда 10 алып таста да, 10 аккаунт алып таста, әрқайсысымен торговать ет. И сен мысалы стабильно шығарып отырсаң, мысалы PNL-ге қарасаң, егер сен оны сол жаңағы акцияны $1000 торговать еткенімен, немесе сол $1000 лучше қолданып, проб компаниядан 5-10 аккаунт алып торговать етсең, 1000 есе артық. Сонда деген бұл деген жаңағы риск деген нәрсені жойып отыратын нәрсе да, короче. Сонысы өте мықты. Мен де жаңағы Жалын басында айтты ғой, too good to be true дегендей, жаңағы тым жақсы деген сияқты да, шын болуға тым жақсы.
Аха. да действительно Сонда бұл бір жерде сұрап отыр, жаңа акцияны жасауға бола ма дейді. Сіз акцияны жасауын қажет жоқ, акция ол инвестицияға. То есть, в общем, осы 2026 жылы көп кісі осы жайлы біз бір-екі сабақпен бұны өте алмаймыз. Бұл кәдімгі миссия қойып отырмын. Айдарға да бізге давайте осыны бір программаға кіргізейік, жасайық, да. Сен де неңді сөйтіп қосып бір нені шығардық, бұл жерде осы футпринтті болсын, мына хитмап болсын, мынау, и осыны проб компанияға қарай дайындаймыз да адамдар. И проб компанияда нені жасауға болады? Фьючерс алтыннан бастап S&P 500-дің иесі. Сіздің акция деп жатқанымыз S&P 500 ғой. Акцияның бәрі S&P 500-ге қатысып болады. Бірінші. ETF қой, акция деген жаңағы Тесла нелерді айтып отыр ғой, Nvidia соларды айтып отыр. Бұл айта кетейін, ол ақша тауылып жатса, немен жасап жатқаны какая разница? Мысалы, сен алтынмен жасайсың ба, күміспен жасайсың ба, жоқ, мұнаймен жасайсың ба, жоқ, Тесланы жасайсың ба, Nvidiаны жасайсың ба? Адам андай бір үйреніп қалады да, мен акцияны білем деген сияқты да. Жоқ, ол акция жақсы тәжірибемен, мысалы, Жалын мырзамен, менің тәжірибеммен, мен де акцияны жасаған адаммын, өте көп уақыт жасап келдім. Просто акцияны көбінесе оның қозғалысы мынау сияқты жаңағыдай unpredictable дейді ғой, мысалы, кішкене мынау сияқты точный технический анализға келмейді да, мына фьючерстарға қарағанда. Но бірақ акцияның бір жақсысы swing trade немесе инвестицияға идеальный инструмент. Өйткені оның мысалы средний қозғалыс ATR-ын есептейтін болсақ, мысалы күніне Тесла 7-ден 9% өсім немесе түсім беріп отырады. Ал мына фьючерстар ол средний да, күніне там 4%-қа дейін. Ал мысалы нені айтатын болсақ, Форекс жаңағы how you use емес, допустим, там австралийский доллар, американский долларды алатын болсақ, күніне 0,5% жаңағыдай өсім немесе түсім береді. Сондықтан оларға деген 2000 плечо береді мысалы Форекста. Түсініп отырсыздар ма? Сондықтан таңдағанда мысалы акцияны, неге акцияны күшті брокер компаниялар 4% жаңағыдай кредитный плечо береді? Потому что оның күндік қозғалысы әр акцияға өте жоғары. Мысалы, күнде ұстасаң, жақсы ұстайсың. Бірақ түссең де тоже қатты түсесің деген сөз да. Лучше оны жаңағы кредитный плечоны қатты қолданбай, мүлдем қолданбай даже. Лучше swing trade ұста, лучше инвестиция жаса, дивиденд алатын Coca-Cola сондай бір нәрсе алды мысалы, и көп ақшан болса, солай істеген әлде қайда жақсы болады да мысалы. Мына жерде көп адамдар кірмей қалыпты ұзынға, енді соған бірдеңкені мынаны бір жіберу, записьті бір жіберу керек болды. В общем, сонда ниет осы проб компанияға дайындау, и осы инструментті үйрену, и акция жағынан болатын болса, тағы да осы курсқа инвестицияны, өйткені келесі 2 жыл инвестиция жақсы болайын деп тұр, соны тереңнен қараймыз, қандай акцияны қай жерден сатып аламыз, қалай сатып аламыз, осы проб компанияның қайсы ақша төлейді, мысалы ақша алынған компаниялар бар, бермейтін компаниялар бар, осылардың қайсысынан ақша шығарамыз, сосын әр қадамды айтып отырамыз. Мына жерде мына контракт қолданасың, мына күні трейд жасайсың, мына жерде трейд жасамайсың, да? И осы жерден адам шынығып шығады, оқып шығады. Одан кейін көп ақшаны, депозиттер ақшаны жоғалтуға қажет жоқ. Аз ғана тестпен өзіңді тест өту деген ниетпен, да? И мына инструментті вроде орыстарды айтып жатқан жоқ. Орыстар енді келіп жатыр бұған. Да? Біз Америкада болған соң бұлақтың басындамыз. Осыны көрдік, и іске қостық, жасадық. Енді осыны елге үйрету арқылы сіздерде сұрақ болады, и бізге де бір жаңағы челлендж да, жаңағыдай осыны елге үйрете алатын болсақ, бізге де жаңағыдай не болады да, үлкен плюс болады. И скоро қытайларға, американецтарға өтіп жатыр, енді өзімізге де өтуіміз керек, и көп адам сұрап отыр, осыны қалай істейді деген сияқты. Осы 2026 жылы, в общем, бастаймыз, и Айдар сіздерге, сен бірдеңе жібересің ба? По поводу жаңағы презентация ма? Жоқ, бір жазатын бірдеңке бар деп едің ғой. Егер жаңағы біз неге бұны бастадық деп сұрақ қойсаңыздар, просто адамдар көбейді да, мынаны біз көріп отыр, бізде телеграм канал бар, бәрі мысалы сұрайды да, мына бәлемді үйретші, мен сторисқа салам, мынау не, мынау жаңағы шариктер, анау мынау не, бұл қалай біліп атасың, ана жерде уровень мықты, ана жерде слабый екен деп елдің бәрі сұрай бастады да, мысалы менде достарым, таныстар, подписчиктер, мысалы жалынға да көп адамдар мысалы сұрап бастаған соң, неге үйретпеске дедік. Сондықтан бізде қазір программа жасап құрастырдық. Осы жаңағы бұда деген біз деген
нарықтың бүкіл құрылымын қостық. Жаңағы курсты мен өзім де көргем талай, жаңағы слив курстары бар, мысалы өзім де былайынан тест жасап көргем курстарды. Көбісі жаңағы индийский SNR дей ма, бір бәле, ол бір жай ғана жаңағыдай не ғой, прайс Маркеттің акшн. структурасы. Иә, прайс акшн, жай ғана прайс акшн, соны жаңа миллиондап сататын мысалы да. Біз деген оның бәрі біздің программада бар. SNR да бар, там уровеньдер де бар, короче, бәрі бар. Оған қосымша біз дополнительно дом, жаңағы букмап қалай істеу керек, қалай, ол мысалы бәрі ағылшынша. Соның бәрін үйретеміз. Қалай жаңа настройка жасау керек, футпринт, қандай проб компания, қалай өту керек, қандай жаңағы план, правила, жаңағы нелері бар, жаңағы минустар бар, қандай плюстар бар, бәрін қосып упаковать етіп, енді терең білім, академический білім деп айтайын, көп уақыт жұмсадық осыны құруға. Соны егер өтетін желанияларыңыз болса, бізде мысалы не бар? Қазір мен ссылка жіберейін. Анкета толтырып кетіңіз, біз группаға жіберем. Чатты аша салшы, мен жаза алмай жатырмын. Оқу қашан басталады да, жалпы? Ау, Осы жаңа жылдан бастаймыз. Жаңа жылда бастап кетеміз халық қаласа. Енді жаңа жылдық демалыстарды өтіп, кішкене демалып, естеріңізді жиып алсаңыздар, әптеп өтіп бастап. иә, осыны бастаймыз. Өйткені мына Америкадан да біраз кісілер сұрап жатыр. Осыны бастасаңдар, анау көбісі жеке курс сұрап жатыр. Жеке курсты да алуға тырысамыз, бірақ көбірек осы не болатын болса. Осы бірінші бісмілләсін бастап, осыны бірінші бастайық деп отырмық. Вроде Қазақстанда походу бұны үйретіп көрсетіп жатқан ешкім жоқ. Бәрі графиктің ар жақ бер жағынан шыға алмай жатыр. Себебі мына платформалар платный. Мен мына платформам $2000, айына $50 тұрайын. И осыны бөлсеміз, и лайфтрейдте, да, лайфтрейдті көрсетіп отырамыз. И жаңағы букмап деген айына $200 қанша төлейсің? $200. Иә, $200 еще ол деген мысалы акция жаңағы не деп бөлінеді, оның иә, $200. И сонда да осы лайфтрейдте айдар бөлісіп отырады, чтоб расход болмау үшін, да. Мен ақшасын төлеймін, давайте 30-40 адам бірге осыны көріп отырайық, да. И маған да жеңіл болады, да. И мына расходтарды просто көпшіліктің несімен жаңағыдай төлеп жіберуге. И осы жерлерден қарап отырамыз, и арасынан енді қазына капитал бастап жатқан соң, Намац трейдер сияқты маған үлкен жаңағыдай жақсы трейдерлар керек, чтоб келесі 10-20 жылда бір кәдімгідей бір кейін бір проб компания, хедж фонд сияқты үлкен неде жүруге, да. И соған ары қаратай осыны жасау керек. Одан кейін инвестицияға. Одан кейін мына жерде маған өзіме қойған бір целім. Мысалы адамдар келді, оқытқан соң осы адамдардың психологиясын қарап отырып, не істеп отырып, так, сен трейдингді мына кезде баста. Мына жерден сен пока лайфқа өтпейсің, сен мына ақшаңмен мына инвестиция жаса, да? То есть, давайте капиталмен инвестиция жасайық. Капиталмен инвестиция жасайық, аз ақшамен мынаны тест жасап отырып, мына жерде шынығып шығайық, да? Мынадан өтпей жатып, лайфқа, счетқа ақша салудың қажет жоқ. Осыны жалпы бүкіл адамдарға. Алтын деп алтынға жүгірудің қажет жоқ. Алтынның жасап жүрген балалар, анау 2 жылдың алдында маған ағай курс өтесіз ба деп сұрап жүргендер ғой. И алтынды көрді, анау бір өзбектің біреулері, жаңа немен өзбектің бір жігіттері там тахома немесе сабурбанды көрсетіп алып, бірдеңке Америка таксовать етіп машинасымен елдерді ұрып жүр. Өзбектің трейдерларын мен көрген жоқпын Америкада. Ну, тракистер бар да. Тракистер бар, тракты өлтіреді, нені жаңағы ресторанды өлтіреді. Бірақ мындай ойлануға келген кезде біз асып кетеміз. Соған Айдар сияқты тағы бірнеше адамдар шығатын болса, и расходты да аз болады, и осы жерден мен де бір программамды бір пісіп жетілдіріп алсам, и дальше үлкен аудиторияға өтуге, да. И мына жерден конкретно, мысалы, мына жерден көріп тұрған дүниелерді сіздерге айтып отырамын. Мысалы, цифрлар көріп тұр. Осыны мен 1 сағат, 2 сағатта, да, графикті айта салуға болады. Да, 1-2 сағатта мен үлгірмеймін. Әрбір маркеттің өзінің қозғалысы бар, қай кезде. И психология сияқты мына шыдамдылықты да мен адамдарға айтып түсіндіруім керек. Бұл энергетика, да, бұл кәдімгі бұлшық ет, да. Сен бұлшық етіңді дұрыс спортта мықты шығу үшін саған жақсы тренер керек, да. И маған, менде де тренер әлі күнге дейін бар, сол кісілермен әлі күнге дейін сөйлесіп отырамын, да. Бірақ олар сабақ өтуге біріншіден қабілеті де жоқ, сөйлеу қабілеті де жоқ, сөйлегісі де келмейді. И ал бізде енді сөйлеу қабілет бар. Одан кейін енді
активно болған соң осыны жасап отыр. И осы Сосын тағы да бір айтып кететін нәрсе, жалын, ренжімесең айтып кетейін. Бұл курс еще универсальный болады, әмбебап курс болады да. Бұл жаңағы акция жасаймын дейтіндер, акцияны да біз деген жаңағы swing trade, инвестиция, оны да үйретеміз. Мысалы, futures, мысалы, how USD-ді торговать етіп отыр, бірақ ол how USD ол futures емес екенін ешкім білмейді. Мысалы, Forex, ол деген централизованный емес, мысалы, да, соны білмейді да. Біз деген futures, жаңағыдай скальпинг, day trading, жаңағы swing trading, акция, жаңағы бәрін үйретеміз. Общий анализ, жаңағы стратегия. Даже букмапсыз, анализсіз үйренгеннің өзінде де бұның құндылығы өте мықты да. Біз оған қосымша жаңағы нені қосып отырық. Жаңағы подтверждающий, мысалы, жаңағы букмаппен footprint, жаңағы дом оқуды үйретеміз да, мысалы. Ал Америкада, мысалы, жалын өзің айта кетсең, мысалы, сен SMB Capital'дан ба, қайсысынан еді, домды отдельно үйрендің ба? Или отдельный курстар бар ғой, мысалы, мына домды institution трейдерлар істетеді. Институциональный банкқа трейдер болатын болсаң, оны осы банкта кезінде жұмыс істеген жігіт алып маған осыны ашып берді. Короче, қара. 3 ай 6 ай сен алдымен қарап үйретуден болдың да. Просто қаратты, көрсетті, ары қарай көріп не істеген соң алып кетті. Бұны домды S&P Capital'ың болса да, Bearable трейдер болса да, оны үйрете алмайды қазір. Олар өйткені мына фьючерсті жасап жатқан жоқ та. Мынаны ары қарай үйретуге қарауға болады. Трейдинг біреулер оңай дүние, оңай ақша жоқ, ондай емес. Ондай оңай дүние емес. Кәдімгі мына жерде тренировканы қажет ететін. Біреу трейдинг оңай дейсе, аузына бір ұру керек та. Ондай дүние емес, кәдімгі міне цифры бар, графигі бар, кәдімгі өзінің системасы бар. Осыларды қарап жасау керек. Рекординг көре аламыз ба? Если маған жазыңыз, басынан бастап көрмегендер болатын болса, рекордингді жібере саламыз. Онда сол маған жекеге ары қарай жаңағы нелеріңіз болатын болса, осы айтқан дүниені егерде ойларыңыздан өтіп жатса, істеуге болады десе, осы программада қандай проформды жасаймыз, қай проформны өткен соң қалай ақшаны түсіреді, айдар бәрін проп компанияны қалай регистрация жасайды, қалай жерде шот ашылады. Болмаса ары қарай сол платформаның өзінде футпринт чартты көруге болады ғой. Біздің жаңағы мысалы мен таңдаған профирманың өзінде жаңағы включен жаңағы футпринт чартты көретін несі. Ал негізі, если басқа профирмада істесе, жаңағы футпринт чартты көру үшін отдельно сатып алады, ол да басқа құны бар нәрсе да, мысалы. Ал мен істеп жатқан проп компанияда ол өзінің үстіне қосылған. Платформасын қалай настраивать ету керек екенін бәрін көрсетеді. Жақсы, онда Айдар, онда жазасыздар. Жаңа мен Қазына Capital деген ашып қойдық. Ол жерде негізі инвестиция жайлы, трейдерлардың жайлы не істе, сол жерде Айдар отыр. Бізге жазыңыздар, қызық болатын болса. Мен ары қарай бүгін Майамиге кетіп бара жатырмын. И ары қарай сол Майамиде енді сатылымды бастаймыз, қаласа, осы 1-2 күнде. И все вроде айтылатын дүние айтылды. Вот. Проп компанияның өзінің жаңағы өтетін әрбір кезеңдері бар. Әрбір кезеңдерінде мүмкіндігінше қалай өткізуге айтып отырамыз. Кейбір дайын емес адамдар айтамыз, дайын емес, мына жерден былай істе деген сияқты. И осы вроде. Психологияға әлсіз. Ол психологияны, сол үшін осы проп компания психологияны азайтады, капиталыңды инвестицияға салу керек. Инвестиция деген ол инвестицияға азарт болуға болады. Таптың ақшаңды, 80-90% инвестицияға салып отыр. Ақша мынау өскенін қарайды, бір жерге барған, жиналғанын қарайды да. Ал шотыңда сен банковский шотқа түсті ма, ол құртылады. Сен бір жерге жинап қой, ол бәрібір құртылады. Анау болды, мынау болды. Ал акцияны сатып алатын болсақ, дұрыс акцияны, дұрыс компания сатып алып, 3-4 жыл болатын болса, еселеп алып келеді. То есть менің ниетім мүмкіндігінше трейдинг болатын болса, аз ақшамен тест жасап, мына жерден еселеп мүмкіндігінше проптан шығарайық. Кім білсін, арасынан мықты студент шығып, алғашқы бір $100,000, $50,000 шығарып жатса, маған біріншіден үлкен реклама болады, бір жағынан өзімнің бір жетістігім болады да. Басқа американцылар, ағылшындарға көрсетуіме болады да, міне мынандай деген сияқты. И өзіме де бір не да, мүмкін мына жерден кейбір кісілер сұрақ қояды маған. Мына жерде 10,000 шықты, мына жерде 5,000 шығып жатыр. Бұл не? Бұны қалай түсінуіме болады? Бұны қай кезде? И маған да сұрақ болады да. И ары қарай миым кішкене қаттырақ. Ары қарай біреуге түсіндірсең, в любом случае түсіне бастайсың. И инвестиция маңызды. Инвестицияға
осыған біз бәріміз бірге осы инвестицияға кіруіміз керек. Инвестицияны дұрыс жасайтындай тапқан ақша, капитал осы жаққа кетсін, 5-10% трейдингге. Ал енді алтын жасап жүрсеңіздер, ананы жасап жүрсеңіздер, жаңағыдай немен, деймен жасамаңыздар, потому что сіз стратегиямен табасыз, бірақ психологиямен бәрін жуып өтеді да. Мен сіздерге айтамын, қай күні трейд жасауға болады, қай күні трейд жасауға болмайды, қай кезде агрессивно болуымыз керек, и қай кезде демалыс алуымыз керек. Демалыс алудың өзі үлкен бір не да, кәдімгі жұмыс та. Мысалы, мына күні біз трейд жасамаймыз, давайте, мына кезде біз демалыс аламыз да. Ал олар не істейді? Күнде міне трейд жасап отыр, келмейді. Одан кейін әр адамның жағдайы әртүрлі. Мысалы, біреулерде 2-3 баласы болуы мүмкін, несі болуы мүмкін, жұмыстары болуы мүмкін. Окей, онда соған байланысты келеді. Мысалы, мен жұмысын тастап, бірақ трейдингге өтем дейді. Жоқ, олай болмайды. Оны саған күнде жұмыс істейтін дүние емес. Келді маркетке, міне 1 сағат көрдік, ары қаратай 1,5 сағат, 2 сағат трейд жасасақ болды. Мысалы, мына жерлерден кірдік, стопымызды жоғарыға қойдық, все, давайте тренд ұстаймыз. Болды, менің сделкам көп болса, 1-2 сделка. Естерге де соған кіргіземіз. 1-2 сделка басталықтай, стопты қойдық, таргетті қойдық. Болды, компьютерді жаптық, кеттік. Орындалу керек біреу. Ары қаратай компьютердің алдында отыра беретін болсақ, көп не істеп кетеміз, жаңағы. Қателіктер көп жасап кетеміз. Компьютердің алдында көп отырған сайын, графикті көп қараған сайын, сен адаса бересің да. Ал өйтудің қажеті жоқ. Көрдік, міне үлкен заказдар кірді. Ары қаратай үлкен заказдар, жаңа айттым ғой, мына жерден жаңағы давайте жігіттер жасайтын тірліктерін жасап алыңдар деп отырмын ба. Біз мына жерде жасап келдік, мына жақта көтеріп алып келдік та, мінекей мына жерден тірліктерін жасап отыр. Ары қаратай тағы да бір кішігірім қозғалысты былай қарай ұстауға да мүмкіндік беру керек, надеюсь. Нұржан мырза сұрақ қойып отыр, нөлден бастаған алып кете ала ма дейді. Наоборот, нөлден бастаған, осы курстан бастаған дұрыс. Өйткені бұл деген өз ақшаңа жаңағындай тәуекел жасамайсың, прап компаниядан үйресің. Прап компания не үйретеді? Саған дисциплина, жаңағы тәртіп бәрін үйретеді. Сосын өз ақша, бағана Жалын мырза айтқандай, өз ақшаңа келген кезде сен без проблем торговать етесің. Нөлден бастаған кезде, наоборот, осыдан бастаған дұрыс. Сен нөлден бастасаң да, мына біздің үйретіп жатқан хитмап болсын, мен мына істеп жатқан дүниені бәрі білмейді ғой. 99% адам бұны білмейді, сол үшін мен нөлден бастауыма тура келді. График бір қиын дүние емес енді. График деген уровеньді сызу қиын дүние емес, да? Ары қаратай 1 сағат күте алу қиын дүние емес, да? Ликвидность, ICT-ді да түсіндірейік. Smart money concept деген бар, компьютерден табылмай жатқан. Оны да түсіндірейік. То есть Қытайдың мақалы бар. Жаңағы маңызды емес, ол қара мысық әлде ақ мысық та, тышқанды ұстаған ол нағыз жақсы мысық дейді да. То есть коммунист боласың ба, капиталист боласың ба, маңызды емес, главное ақша тапсақ болды деп отыр ғой Қытайда. Дәл солай бізде де трейдингде ол ICT деп жамандамаймын, смарт концепт деп жамандамаймын, хитмап ол жұмыс істемейді, немесе жоқ, бәрі жұмыс істейді. Маған керегі жұмыс істейтін жерін, өзіме ыңғайлы жерін алу да. Сонда ғана. Ал отырып алып, ой, мынау маған келеді, мынау жұмыс жасамайды. Жоқ. SNR дейді ма? SNR-ды да қарап көремін. Так, мына жерде не бар? Окей, мынау бар, мынаны кіргіземін. Мынада кім бар? То есть кәдімгі өмірде де солай да. Ой, Айдар деген жігіт мындай екен. Жоқ, Айдардың өзінің артықшылығы да бар, кемшілігі де бар. Артықшылығымен жұмыс істейді. Кемшілігін ары қаратай тартып қояды. Дәл солай трейдингде де солай. Ешқандай бізде бір байес, былай болу керек деген сияқты дүние жоқ. И трейдердің ойы, жақсы трейдер болған адам өмірде ол міндетті түрде фильтрдан өткен, өте жақсы партнер, өте жақсы дос не болып жүре алады да. Мен жаңағы наматста болған адамдар болсын, мыналар болған болсын, өйткені бұл жерде сен көп қателесесің, уже сенің егоң өшеді, егоң жойылады да. Жақсы онда. Мен онда жүрейін, Айдар. Хорошо, болды онда. Аяқтай берсек болады. Жақсы, сау болыңыздар. Сұрақтарыңыз болса, жаңа Жалын мырзаның инстаграмы, сосын менің жаңа Қазына Капитал инстаграм, соған жазсаңыздар, жаңа ссылка форманы толтыруға сол жаққа тағы да қосымда жібереміз, если үлгермей қалсаңыздар. Сондықтан сау болыңыздар, жақсы.